Білім саласы бала тәрбиесіне салынған капиталдың берері мол. Бұл әлемдік үрдістен Қазақстанда шет қалып отырған жоқ. Өз ұстаным, бағыт-бағдарымыз бар. Қысқасы, білім мен өндірісті қатар дамытуға біздің қауқарымыз жетеді. Армысыздар, өзек жарды эфирде. Бақытгүл Хаменова, Атырау қалалық мәслихатының депутаты, Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің мүшесі және колледж директоры. Бақытгүл Қайыржанқызы, қош келдіңіз біздің студиямызға. Жалпы енді былай қарасақ, қай саладағы кәсіпкер болмасын, бірінші сапаға көңіл бөледі. Білім саласындағы сапа мен қызмет көрсету, жалпы менеджмент мәселесі қазір қаншалықты өзекті? Білімді айтқанда сапа деген дүнияның егі жүретіні жасырын емес. Егіз ұғым. Егіз ұғым деуге болады. Себебі манаға айтады ғой, тәрбиесіз берілген білім апатқа ұрындырады дейді біздің ойшылдар. Шындығында да сапасыз берілген білімнің де күннен күні апатқа ұрындыратындығына ешкім шүбә келтірмейді. Шындығында бүгінгі таңда білім саласы егер кәсібім туралы бағыт-бағдар әңгіме төркініне ауысатын болсақ, арасында да білім саласына қарай ойысатынымыз рас. Бүгінде қазақстандық білім беру саласы тарапынан жалпы алдымен сапаны да, санды да өзекті мәселенде көтеру үшін қаржылық жағдай. Шындығында елбасы тарапынан бүгін мемлекеттік қолдауды тауып отырған ең үлкен саланың бірі ол білім саласы. Сондықтан да мемлекет пен жалпы мемлекеттік қолдау жекеменшік колледждерге зор мүмкіндіктер беріп отыр. Шындығында менің басқарып отырған колледжім қазір жекеменшік білім мекемесі бүгінгі таңда мемлекет пен жекеменшіктік әріптестік, мемлекеттіліктің білім беру тапсырыстарын орналастыру, айта берсек жетіп жатыр. Жалпы біз қазір мемлекет маған не береді екен емес, мен мемлекетке не берем деген қандай. Әрбір азамат солай ойласа, әрине ол білім саласының да сапаға да жұмыстану бағыттары нақты өзінің жетер межесіне жетеді деп ойлаймын. Енді Бақытгүл Қайыржанқызы, дұрыс айттыңыз, енді сіз білім саласындағы бір іргелі ұжымды басқарасыз. Енді біздің мамандардың, қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін не істеу керек? Әрине, білім әрбір азамат жалпы бесіктен көрге дейін өзінің білім деңгейін ары қарай жалғастыра береді ғой. Шындығында білімді өмір бақи іздеп, өмір бақи оқып кетуге болады. Бірақ бүгінгі таңда біздің Атырау өңірінің өзінде 24 техникалық және кәсіптік білім беру ордалары бар. Қала берді әрбір жанның білімін жетілдіру институттары бар. Сондай-ақ қазір халықаралық деңгейдегі қайта дайындау институттар бар. Басқасын айтпағанның өзінде біздің колледжіміздің жанынан Атырау мұнай және газ зауытының жұмысшыларын қайта даярлайтын біздің оқу орталықтарымыз бар. Сондықтан да бұл дегеніңіз не? Бұл біріншіден кәсіптің көзін табу болатын болса, екіншіден өзіңнің өңіріңе қажетті дүнияларды, мысалға сапалы мамандарды қайта дайындау деген сөз. Сондықтан да манада айтып отырдым, біздің енді колледжіміздің өзіне тарихына 10 жыл толған білім ордасы, бірақ бүгінгі таңда елбасы мемлекет тарапынан қолданып көрсетіліп отырған көмектің өзі ұшан теңіз. Айтып отырсақ, ол манағы мемлекеттік тапсырыстар, жалпы білім беру тапсырыстар, түрлі халықаралық және жобаларға қатысып әлеуетті көтеру мәселелері деген сияқты. Сондықтан да айналып келгенде ол әрбір оқушының, әрбір маманның оқиым деген, үйренем деген маманға барлық жағдай жасалды деуге болады. Орта және техникалық кәсіптік білім деңгейін көтеру қазіргі біздің елдің алдындағы үлкен міндеттердің бірі. Президент бұны бірнеше мәрте айтты, дуалды оқыту дейді ғой. Өте өзекті сұрақ, өте бір бүгінгі таңдағы жауабын күтіп жүрген көп сауалдың бірі деуге болады. Шындығында елбасы тарапынан 5 жыл бұрын дуалды оқыту жүйесін ендіру туралы министрлік тарапынан барлық өңірлерге тапсырма берілген болатын. Дуалды оқыту жүйесінің әрине әр ережесі бар, бірақ дегенмен де практикалық және теориялық білімін ұштастыра отырып, жаңа манағы көптің бір емес, сапалы өндіріске қажетті дайын маман дайындалып шығару. Ол маманның сол манағы әрбір абайша айтқанда кірпіш болып қаланып кетуі. Сол жас өңірде шыққан 19-20-дағы ұл қыздардың тезірек жұмысқа орналасуы. Дуалды оқыту жүйесі біздің колледжімізде де жақсы жолға қойылған. Біздер енді әңгіменің өзегі білім саласы болғандықтан түрлі салада мамандар дайындаймыз. Ол мұнай және газ саласы, менеджмент салалары бойынша, сондай-ақ
ақпараттық технология. Көбіне біздер манағы ақпараттық технологиялық бағыты бойынша ақпараттық жүйелер, техникалық бағдарламашыларды сол біздің колледжімізде де дайындау үрдіске айналған. Әсіресе сол өңірге аса қажетті мамандар тапсырыстармен. Бүгінгі таңда біздер кәсіпкерлік палатасымен де жақсы өңіріміздегі жұмыс жақсы жолға қойылған деуге болады. Деңгейлес үлкен ірі компаниялардың өзімен келісім шартқа отырып, оларға қандай маман керек, қандай маманға сұраныс бар, неше маманға сұраныс бар деп алдын ала жобалау жүргізіп барып, мамандарды дайындап, сол компанияның манағы баламыз әрбір оқушымыз 4 сағаттың теориялық білімін, практикалық білімін шыңдаса, 2 сағат теориялық білімін шыңдап, дуалды оқыту жүйесі тек қана біздің колледжіміз өңірімізде жақсы жолға қойылған деуге болады. Ол дегеніңіз әр білім алып отырған баланың ертеңгі күні елге қажетті маман болып шығатындығы, жұмыспен қамтамасыз етілуі, рыноктың толуы. Бұл тұрғыда мемлекеттік қолдау бар, жергілікті әкімдіктің өзінің бастамасы бар, солай ғой? Әрине. Жақсы, енді қазіргі мына жастардың бойындағы патриотизм, ұлтжандылық, мысалы, мемлекетшілдік, мысалы, осындай тәрбиенің басты ұстанымдары, бағыттары бар, оны өзіңіз жақсы білесіз. Қазір осындай білім беру бағыттары біздің колледждерде қаншалықты енгізілген? Тәрбие бағыты болғандықтан, бұл әрине жаңадан өсіп келе жатқан 15-16-та келген жас өспірімдердің бүгінгі таңдағы әрі қарай желік болып қалыптасуы, әрі қарай өсіп кетуі, әрі қарай ол азамат пен адам капиталымыз әрберден кейін. Сондықтан да бұл тәрбие бағытында айтарлықтай шаралар, айтарлықтай жұмыстар жүзеге асырылып жатыр. Ең басты адамның бойындағы бой күйездік пен енжарлық дейді. Сол жастарымыздың бойында қалыптаспасы екен деген бағытта барлық жоғары деңгейдегі жұмыстар жасалып жатқандығына шүбә жоқ. Енді кәсіпкерлік жағына ойыссақ, екінің бірі былай қарасақ кәсіпкер болмайды. Жалпына кәсіпкерлікке қалай келдіңіз? Мына көбіне жүрексініп жатамыз, нақты мынау кәсіпкерлікпен айналысу үшін қандай мінез керек адамға? Әрине, әр адамның бойында керемет жауапкершілік, абырой, намыс деген 3 қағида болатын болса, ол тек қана кәсіпкерлік емес, өзінің өмірінде кездесетін кез келген дүнияны жеңіп шығатындығына шүбә жоқ. Әрине, бұл жерде бір айтарлықтай тау қопарып, тас қопарып, айтарлықтай бір жетістікке жеттік деген мәз емес. Бірақ манада өзіңіздің айтқандай, жалпы патриот дегеніміз ол кім? Ол патриот деген елінің қажетті, өңіріне қажетті жұмысшыларға жұмыс берген адам, салық төлеген адам, жалақы берген адам, әрберден кейін балаға тәрбие берген адамды менің пікірімше патриот деп айтуға болады. Сондықтан да мен де өз елімнің патриотымын. Тағы да қайталап айтам, бүгінгі таңда манағы мемлекетке маған не береді деп ауыз ашады жаман емес, барлығы бар. Салықтың деңгейі, жасалып отырған жеңілдіктер кәсіпкерлерге, білім саласына соның ішіндегі айтарлықтай деуге болады мемлекет тарапынан. Сондықтан да мен мемлекетіме не берем деуге болады. Енді студент кезімізде оқытушыларымыздың өзі осы қыз Жанна Дарк деген лақап атын болушы еді. Сондықтан да Абай айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап дейді. Жақсы, мына енді бір сөзіңізді айттыңыз, кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау. Сіз өз басыңыз кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау қаншалықты тиімді пайдаланып отыр? Әрине, бүгінгі таңда біздер колледж емес, біздер тек қана колледжімізді ашып отырған жоқпыз, іргелі сонымен қатар біздерде манағы бастауыш сыныптарға арналған мектебіміз бар, балабақшамыз бар, мектеп алды даярлық тобымыз бар. Оның барлығы да мына ең үлкен қазіргі беріліп отырған даму қоры арқылы қаржыландырылдық. Даму арқылы субсидияландық, қолдандық. Сол балабақшамызда шарда, мына мектеп алды даярлық топтарымызда шарда, бірден бір. Ал енді бұлай қазіргі кәсіпкерлердің еңбек етіп жатқан қандай да бір әлсіз тұсы неде деп ойлайсыз? Енді жалпы шегірткеден қорыққан еген екпес дейді ол қазақ. Шешінген судан тайынбас дейді қазекең. Сондықтан да мен енді өзгенің бағытын сілтеп, өзгеге баға беретін жан емеспін, бірақ дегенмен де бойында қазақтың қаны бар да, бойында сонау бір Жәнібекпен керей салып кеткен мен деген қазақтың туы бар да, абыройы бар азамат ешқашан жерге құламайды. Қадыр Мырзалиннің керемет сөзі бар ғой, өзіңіз білесіз. Біздің ерлер еңкеюге тиісті, тек қара жердің топырағын сүюге дейді. Сондықтан да тек қана біздің ерлер қара жердің топырағын сүюге еңкейді деп ойлаймын. Ал манағы жұмыстан жеңіліп, енді бір енжарлық, болмаса бір еріншектік деген бір енді қанға біткен қасиет болмаса, жарып шығатындығына мен ешқандай күмән жоқ. Біздің азаматтардың әлеуеті жетеді дейсіз ғой? Жетеді, әрине. Мына отандық өнім, қазақстандық тауар өндірушілерді қолдау қазір бәріміз үшін өзекті. Сіз нақты қандай қазақстандық отандық өнімді қолданасыз? Шын айтыңызшы.
Әрине енді біздер сіздің одан да маған сұрақты, сіз бұған дейін қандай шетелдік өнімдерді пайдаланып келдіңіз деу керек еді. Солай деп қойдық мысалы. Мен бала кезімізден біздер өзіміздің сүт өнімдеріміз, балық өніміміз, өзіміз балық жеп өскен Атыраудың қыздарымыз, сондықтан да балығымыз да бар өзімізде. Манағы егін алқаптарымыз бар. Барлық қазақстандық өнімдер, мен тіпті қазір шындығында қандай бір әрі кетсе бір косметикалық өнімдер болмаса, ал бүкіл тамағымыз, талғамымыздың барлығы да сол қазақстандық өнімдерді аламыз. Мен тіпті мініп жүрген көлігім де отандық көлік. Сондықтан да оның үстіне бергеннің үстіне беріп, құттың үстіне құт келіп жатыр. Манада айтып өттім, ол өңіріміздің басшысы Бақтықожа Салахатдинұлы келісімен бүкіл ауыл шаруашылық, мына жұмыртқа зауытына дейін ашылып жатыр біздерде мысалға. Сондықтан да барлығы да... Сонда кеңінен айтып беріңізші жаңағы аймақтағы іргелі жұмыстарды, кәсіпкерлікке байланысты. Аймақтағы іргелі жұмыстардың бірі индустриалды инновациялық жобаларының деңгейінде қазір бүгінгі таңда ашылып жатырған ешкі өсіру зауыты, жұмыртқа өсіру манағы зауыттарымыз, сондай-ақ сиыр, өзіміздің манағы ет өнімдерін өндіретін зауыттарымыз, ауыл шаруашылығының өзі бір төбе. Қазіргі таңда барлық теплицалардың өзі қыстың өзінде біздер осы өңірімізде ешқайдан сатып өз өнімізді пайдаланып шықтық деуге болады. Сондықтан да оған себеп сөзіме дәлел болу үшін бүгінгі таңда біздің колледжімізде 2500-ге жуық бала білім алады. Соның манағы айтып отырдым сізге, бастауыш сыныптарымыз бар, балабақшамыз бар, барлығында қазір теплицамен келісім шартқа отырып өз өнімізді пайдаланып келдік. Соның өзі дәлел болады. Астраханьмен біздер іргелес жатырмыз, мынау Самарамен іргелес жатырмыз, былай қарағанда. Бірақ ол өз өніміз тұрғанда, кәдімгі мынау базардың сөрелеріне қадымғы дайын күйінде, таза күйінде келіп жатқанда мен неге басқа бір тұрған өнімді, я болмаса басқа бір елдің өнімін, я болмаса ол қандай жағдайда келген өнім мысалға. Сондықтан да айттым ғой, манада өз елім, өз батыр, өз еліңнің батыр болғың келсе, өз еліңнің данасы патриоты болғың келсе, манағы өте жақсы акция деп ойлаймын бұл. Бірақ бұл акция бұрында да бар. Бұрыннан да пайдаланып келе жатырық. Сондықтан да өз еліміздің отаны, өз елімізді өзіміз көтермесе кім көтереді шындығында? Осы тұрғыда азаматтарға, тұтынушыларға не айтасыз? Тұтынушыларға айтар деңгейім, әрине, әр адамның өзінің алмағы болады, әр адамның өзінің салмағы болады, әр адамның өзінің талғамы болады. Мына гендерлік саясаттың игілігін көріп отырғанымыз анық. Әйел ананың жалпы қызмет пен кәсіпті қатар алып жүруі енді өте қиын, жауапты деп айтуға болады, үлкен жауапкершілік жүктейді. Осы тұрғыда мына отбасы құндылықтарын біз қаншалықты сақтап отырмыз? Наурыздың алғаш келуімен бірге партия күніміз, партияның 16 жылдық мерекесі тойланды. Партияластарымызды құттықтаймыз. Қала берді, мына бүкіл әйел ананың көңілін жібістіп, туған жердің топырағын сондай бір жақсы иіс әкелетін мерекеміздің бірі, ол 8 наурыз мерекесі деген біледі. Сондықтан да жалпы демократиялық мемлекетте гендерлік саясат болу заңдылық деп ойлаймын. Қазақтың жалпы саналы азаматтар қашанда қызды жоғары бағалап, алып анадан туады деп өзіңіз білесіз. Сондықтан да жалпы 1920 жылы Семей қаласында Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытовтың керемет бір қазақ әйелінің сол халіне жазған мақала жарық көрді. Ел боламын десең бесігіңді түзет дейді. Сондықтан да ел болу үшін жалпы әйелдің халін, әйелдің басына тұмшаланған қара бұлтты сейілту керек деген болатын. Сондықтан да менің пікірімше гендерлік саясатты қолдаймын немесе қолдамаймын деудің өзі пікірдің өзі дұрыс емес деп ойлаймын. Егер талантты болатын болса, білімді болатын болса, әйел ешқандай тосқауылға қарамай отбасын құрып, билікте жүріп, министр де болып жатыр. Қатар алып жүретін болса. Әрине. Сондықтан қалауын тапса қаржанбай ма? Мысалға, мен де анамын, менің де ұлым бар, мен де бір үйдің анасымын, әкесімін мысалға. Сондықтан да бір үлкен ұжымның басшысымын, елдің қалаулысымын. Сондықтан да барлық мен сияқты әйел аналар шаш етектен деуге болады. Өзінің аналық парызын да ұмытпай, өзінің әйелдік те хақын ұмытпай, өзінің мынау биліктегі қоғамдағы керек орында тауып жүрген әйел ана баршылық деуге болады. Гендерлік саясатты алыстан іздеудің керегі жоқ, біздің ұлттық менталдылығымызда бар дейсіз ғой. Жаңағы айттыңыз ғой, енді тәрбие, қыз баланы төрге отырғызу деген сияқты. Енді президент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу бастамасын біздің қазақстандықтар қызу қолдады, оны өзіңіз жақсы білесіз. Қазір оның өтетін күнде белгіленді. Сіздің осы тұрғыдағы мына азаматтық пікіріңізді білсек. Мен қолдаймын.
мен қолдаймын. Қаржылық дағдарыстың өз алдына әлемдегі мынау жаһандық жағдайдағы геосаяси жағдайлар белең алып тұрғанда әр ұлт өзінің бар жоғын түгендеп ішкі тыныштықты сақтауға, етек-жеңді жинауға неге бармасқа, ол тамаша құбылыс деуге болады. Сондықтан да алдағы саяси науқанды, яғни елбасы сайлау туралы Қазақстан Халқы Ассамблеясының бастаман оңтайлы ұсыныс деп мен толығымен айта аламын. 2015 жыл өзіңіз айтқандай саяси жыл деуге болады, жақсылықтарға толы деуге болады. Жеңісіміздің 70 жылдығын айтсақ, Қазақстан хандығының 550 жылдығын айтсақ, мысалға Конституциямыздың 20 жылдығын айтсақ, айта беретін болса мерекеміз, саяси мерекелеріміз ұшан теңіз деуге болады. Бірақ сол саяси науқанның ішіндегі мынау сайлау турасында сіздің қойып отырған сұрағыңыз өзекті, әрине, ол күн тәртібіндегі бірден бір керек дүние деп ойлаймын. Таңертең ұйқыдан тұрғанда аспанымыз ашық, көгіміз көк, балаларымыз қасымызда. Одан артық бақыт не керек? Одан артық қандай бақыт керек? Одан артық қандай? Ал ол бақытты беріп отырған бізге кім? Ол тыныштық, елбасының сындарлы саясаты. Осы тұрғыда жақсы айттыңыз, тыныштық, бейбітшілік бұл ассамблея қоғамдық институтының негізгі тұғырнамасының бірі, негізі деп айтуға болады. Осы ассамблея жылын қадірінше атаудың өзі әрбір азаматқа жауапкершілік дейді. Сіз ассамблея жылында қандай бастаманы көтересіз? Бүгінгі таңда біздер дінімізге мансұқтанбаймыз, ділімізге бөлінбейміз. Біздер ұлтымызға қарап ажыратпаймыз. Бұл елбасының бізге берген тапсырмасы. Біздер елбасының сындарлы саясатын орындап келе жатқаннан кейін өте дұрыс бағыт деп ойлаймын. Расында да менің де өзімде неше түрлі ұлттың досым бар екен. Ол қала берді біздің колледжіміздің өзінің шаңырағында 14-ке жуық ұлттың өкілі білім алады. Атырау өңірінде достық үйі, өңірінде емес, барлық өңірлерде достық үйлер салынды. Ол дегеніңіз тұрақтылық, ол дегеніңіз саяси тұрақтылықтан өзге тыныштық, бейбітшілік. Анау бір соғыс жылдарында, нәубет жылдарында сол қазақтың қабырғасын, қазақтына басын сүйеп келген қаншама ұлт өзінің алғысын айтып, бүгінгі таңда кез келген тарихты ашып қарасаңыз, бізге үлгі боларлық, бізге сабақ боларлық дүниелер жазылған. Енді одан аттап кетуге болмайды деп ойлаймын. Ол аталарымыздың, бабаларымыздың жазылып кеткен заңына біз қайшы келу деп түсінемін. Біздің осы ұлт ретіндегі менталдылығымызды, сабырлығымыз, тұрақтылығымыз, береке бірлікке зор құрметпен қарауымыз, әлемдік азаматтық, моральдық нарықты бренд ретінде шығаруға болады деген ұстаным бар әлеуметтанушы. Сіз не дейсіз оған? Мен толығымен қосылам. Шындығында қазақ деген біздің мінезіміз мысалы. Қазақтың өзінің қасиеттілігі сол, енді бізге дейінге ойшылдар, бізге дейінгі де манағы ғалымдар айтып өтті ғой. Жеті атаңа дейін қызылыспайтын қасиеттілігінің өзі. Қонақ келсе жалғыз қойын сойып беретін қазағымыз. Сондай дархандылығымыз, қонақжайлығымыз, еркелігіміз, былай қарағанда қазақтың қарындасым деп еркелететіні, қарындасын төрге отырғызатындығы, ұлын көкке көтеретіндігі, өзіңіз жақсы айтасыз, біз сабырлығымыз, қазақылығымыз, жалпы қарапайымдылығымыздың өзін өзгенің алдында мақтан алатын қасиеттер деп айтуға болады. Бақытгүл Қайыржанқызы, соңғы сауал. Енді Нұр Отан партиясының саяси кеңес мүшесі болғаннан кейін, Нұр Отанның жалпы партияның алға қойған мақсаттарының бірі мына қоғамдық қабылдау. Жалпы мына елге көрініп отырған үлкен іргелі жұмыстардың бірі қоғамдық қабылдау деп айтуға болады. Қоғамдық қабылдауға осы аймақта, өңірде азаматтар қандай мәселемен келеді? Нұр Отан партиясы бүгінгі таңда бетке ұстар, елбасының сеніп отырған партиясы. Біздер елбасының аманатын жергілікті жерде орындап отырған өкілдеріміз. Сондықтан да Нұр Отан партиясының мойныңа алып, азаматтық позициямен сол партияға кіргеннен кейін жүкті көтере білу керек, абыроймен көтере білу керек деп ойлаймын. Біздер енді Нұр Отан партиясы Атырау қалалық филиалының мен фракция жетекшісімін. Партияның 12 тұғырнамасы бойынша білім және ғылым саласы бойынша тәлімгермін. Сондай-ақ біздер манағы 20 депутат бар өзіміздің манағы филиалымызда. Келетін халықтың басым көпшілігі әрине бүгінгі таңда әлеуметтің әлеуеті ол жер, тұрғын үй, білім саласы, тіпті бүгінгі таңда қазір әрбір депутат өзінің қаржылық жағдайын ескере отырып, манағы денсаулығы кем балаларымызға өте зор көмектер көрсетіліп жатыр. Бірақ әрине шешуін табатын дүние көбірек, бірақ шешіліп жатқан дүние аз емес. Бақытгүл Қайыржанқызы, рахмет, еңбегіңізге табыс тілеймін. Рахмет сізге. Аман болыңыз, көріскенше. Кәсіптің қай түрі болмасын, оның басы-қасында жүру керек. Әсіресе білім саласындағы кәсіпкерлік қызметтің жүгі ауыр, жауапкершілігі зор. Бастамаларыңыз баянды болсын ағайын. Амандықпен жүздесейік.